Ұлытау өңірінде Алтын Орда дәуірінің тамаша сәулеткерлік ескерткіштері сақталған. Бұл ескерткіштер көшпелі империялардың мемлекеттілігінің бұлжымас айғағы, материалдық мәдениетінің көрсеткіші. Ескерткіштердің ең маңыздылары Жошы хан кесенесі болып табылады. Жошының Ұлытауға жерленуі, оған кесене тұрғызылуы отандық зерттеушілердің қызығушылығын туғызып келеді. Жошының кесенесі Қарағанды облысы Ұлытау ауданында Жезқазған қаласынан 45 км жерде Кеңгір өзенінің сол жағалауында орналасқан. Кесене кейіннен қайта жөндеуден өткізілген. Жошының өлімінің себебі туралы Жужжани мәліметтері тарихи зерттеулерде кеңінен пайдаланылады. Жужжанидің Табакат и Насири шығармасында Жошы әкесіне қарсы шығып, әкесі оның сатқындығын біліп, у беріп өлтіруге бұйырған туралы жазылады. Бұл мәлімет басқа авторлардың деректерінде қайталанбайды. Алайда Жошы мен Шағатай арасындағы келіспеушіліктер, Шағатайдың ағасы Жошыны Меркіттің сыйлығы деп айыптауы туралы Моңғолдың құпия шежіресінде айтылады. Жошының Дешті Қыпшақты мекендегені туралы Жувейнидің тарихи Рихенгуша еңбегінде жазылады. Жошы әкесімен тек көктемде Құланбасы деген жерде кездесіп, 20 000 жылқы сыйлайды. Бұл мәліметтер Жошының Дешті Қыпшақты мекен еткенін көрсетеді, бірақ нақты қай жерлерде болғандығы айтылмайды. Жувейни Жошының Құланбасынан қайтқаннан кейін қайтыс болғанын жазады. Жошының хандық құруы туралы парсы тарихшы Фазлаллах Рашидадиннің Жамият Тауарих шығармасында біршама мәліметтер келтірілген. Оның тууына байланысты әңгімелер және Жошы ұрпақтарының генеалогиясы жақсы баяндалады. Рашидадиннің маңызды ақпараты Ертіс өзені бойымен Алтай таулары маңындағы облыстарды, жайлаулар мен қыстаулары Шыңғыс хан толығымен Жошы ханның билігіне берді және Дешті Қыпшақ облыстарын және сол өңірдегі мемлекеттерді жаулап алып басқаруға жарлық шығарды деген мәліметі. Рашидадин Жошының өліміне байланысты қызықты дерек келтіреді. Оның қысқаша сюжеті келесідей. Шыңғыс хан Жошыға солтүстік облыстарды жаулап алуға бұйрық береді. Бірақ ол бас тартып өз бетімен кетеді. Шыңғыс хан қатты ашуланып, оны жазаламақшы болады. Осы уақытта Жошы ауырып қалады. Шыңғыс хан өз ордасына келгенде Жошы оған келе алмай тек сыйлықтар жібереді. Одан кейін де Шыңғыс хан Жошыны бірнеше рет шақыртады. Ол ауырып жатқандықтан келе алмай кешірім сұрайды. Бір жолы Маңғыт руының бір адамы Жошы жұртынан келіп, оның аң аулап жүргендігін көргенін айтады. Мұны естіген Шыңғыс хан қатты ашуланып, Жошыға қарай Шағатай мен Үгедейді аттандырып, өзі де жорыққа шықпақшы болып жатады. Осы кезде Жошының өлімі туралы хабар келеді. Жағдайдың анық қанығына жеткенде Маңғыт руының адамының айтқаны өтірік болып шығады. Оны іздестіргенде із-түзсіз жоқ болып кетеді. Жошының қай жерде өлгені, қалай өлгені туралы тек Өтеміс қажының Шыңғыс намесінде мәлімет беріледі. Өтеміс қажының жазуы бойынша Ұлытауда аң аулап жүргенде Жошы хан аттан құлап мойны сынып өледі. Жошының өлімінің себебін Жужжани әкесі өлтірді, Рашидаддин ауырып өлді, Өтеміс қажы аттан құлап мойны сынып өлді деп түсіндіреді. Жошының өлімінің себебі туралы моңғол тарихының білгірлері Жувейни де, Әбілғазы да ешбір мәлімет келтірмейді. Бұл күдік тудырады, себебі басқа тарихи оқиғаларды екі автор да жан-жақты баяндайды. Ойымызды қорытындыласақ, Жошы ханның өліміне байланысты тарихи жүйесі келесідей. Орта Азияға жорықтан кейін Жошы мен әкесі Шыңғыс хан арасында келіспеушіліктер туындайды. Мұндай келіспеушіліктердің туындауына мұрагерлікке үміткер Шағатай да себепкер болуы мүмкін. Жужжанидің айтуы бойынша Шағатай әкесі Шыңғыс ханға Жошының ойларын жеткізіп барған. Сондай-ақ моңғолдың құпия шежіресі бойынша тақ мұрагерін тағайындау мәселесі көтерілгенде Шағатай мен Жошы арасында жанжал болады. Жанжалды шығарушы Шағатай Жошыны тақ мұрагер болуына қарсы шығып, оны Меркіттің сыйлығы деп айыптайды. Рашидадиннің жазуындағы жалған мәлімет жеткізуші, кейін із-түзсіз жоқ болып кететін Маңғыт руының адамы Шағатайдың адамдары болуы мүмкін. Шыңғыс хан мен баласы Жошының арасындағы келіспеушіліктердің барын білетін, бірақ моңғолдық сипаттағы тарихты жазушы Жувейни де, Рашидадин де мәселені ашық жазбайды. Өтеміс қажының Жошы өлімін аң аулап жүргенде аттан құлап, мойнын бұрап алып қайтыс болды деуі шындықты бүркемелеу. Бұлай дейтін себебіміз моңғолдарда қан шығармай өлтіру,
қадірлі адамдар үшін ең құрметті өлім болып саналады. Мысалы, Жамуха Шыңғысханның қолына түскенде, мені хан шығармай өлтіруіңді сұраймын деп айтады. Көбіне моңғолдар ондай жағдайда омыртқасын немесе мойнын бұрап өлтіретін болған. Кейде құрым кигізге орап үстінен таптап өлтіреді. Бұл қадірлі адамдарға көрсетілген құрметі. Сондықтан жошының мойны бұралып өлуі моңғолдардың дәстүріндегі құрметті өлімге ұқсайды. Жошы құлан басыдағы кездесуден кейін әкесінен алшақтап, оған бармай, ертістегі ордасынан Ұлытауға қоныс аударса керек. Жошының Ұлытауда жүрген жерінде Шыңғысханның сенімді адамдары моңғолдың дәстүріне сәйкес құрметті өлім жазасын орындайды. Біздің ойымызша, Жошы ханның өлімінің құпиясы осында жатыр.